Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер? Қазіргі қазақ тілінің морфология курсы бойынша 4-ші практикалық сабағымызды бастаймыз. Тақырыпқа қатысты алған білімімізді жинақтап, тапсырмалар орындайық. Мақал мәтелдерден антоним қосымшаларды ажыратайық. Бірінші сөйлемде атаңның баласы болма, адамның баласы бол. Қарама-қарсы антонимдік мағына беріп тұрған болма, бол. Екінші сөйлемде өнерлі жігіт өр тозар, өнерсіз жігіт ер соғар. Өнерлі, өнерсіз. Білімдіге дүние жарық, білімсіздің күні қарып. Білімді, білімсіз. Берген жомарт емес, алған жомарт. Жомарт емес, жомарт. Тіземнен сүріндірсең сүріндір, тілімнен сүріндірме. Яғни болымсыздық мағына беретін қосымшалар, мен қосымшасы, мен болымдылық мағына беретін етістіктер, олар мен сіз, жоқ емес сөздермен қарама-қарсы болымды мағынадағы етістіктер екен. Келесі амоним қосымшаларды ажыратайық. Мұндағы д, т қосымшаларының қандай қосымша екенін табамыз. Біріншіде талапты ерге нұр жауар дегенде т қосымшасы қандай деген сұраққа жауап тұрғандықтан жедел өткен шақ. Аяғы жаман төрді болғар, ауызы жаман елді болғар. Төрді, елді, табыс септігі. Ал дейсіз өр болмайды дегенде дымыз жіктік жалғау. Жолымен барып саймен қайттық, жердің астымен барып үстімен қайттық. Қайттық дегендегі т жұрнағы жедел өткен шақ жұрнағы. Демек, осы жұрнақтар біркелкі дыбысталып тұр, бір мағынасы жағынан әртүрлі қосымшалар болғандықтан амоним қосымшалар деп аталады. Келесі синоним қосымшаларды топтастырып жазу керек. Бұл жерде сөзбен жазатын болсақ, ашуланшақ деген оған қарама-қарсы синонимі ашуланғыш. Ашуланғыш. Ал сөзшіл дегенге сөз уар десек болады, сөйлегіш десек болады, сөзшең десек болады. Сөзшең. Яғни синоним болу үшін қосымшалар мәндес сөздер жасау керек. Ары қарай қалған сөздерді осылай топтастырсақ, синоним қосымшалар шығады. Олар мыналар. Аяншақ, аяғыш, сезімтал, сезгіш, ұрыншақ, ұрынғыш, тепкіш, тебеген. Келесі сөйлемдерден функциялық жұрнақтарды табайық. Біріншіде ел сүйгендей досың болсын дегенде функциялық жұрнақ сүйгендей. Сүйгендей дегенде дей жұрнағы. Жер сүйгендей дегенде де дей, сүйгендей. Екінші отансыз адам, ормансыз болу дегенде отансыз, ормансыз. Үшіншіде байымдағыш деген мысалда алсақ болады. Яғни функциялық қосымшалардың ерекшелігі, олар сол контекстте сөз тудырып, бір сөз табынан екінші сөз табын жасап тұр, дегенмен олар толық мәнді сөз ретінде сөздікке енбейді. Төртіншіде кірмеңдеп, кіріп кеткіш деген мысалдар бар. Көптік жалғаудың сөз байланыстыруға қатысын анықтау. Әдетте зат есіммен тіркесіп келген кезде көптік жалғау сөз бен сөзді байланыстыра алмайды, тек қана көптік мағына береді. Ал екінші жіктік жалғаумен қабаттасып келгенде сөз бен сөзді байланыстыру қызметін атқарады. Мысалға, сендер келдіңдер дегенде сендер келдің деп қана қоя салмаймыз, міндетті түрде дер болу керек. Сондықтан бұл жерде байланыстырып тұр деген сөз. Яғни екінші, үшінші мысалдарда көптік жалғау сөз байланыстыруға қатысып тұр деген сөз. Тәуелдік жалғауы қандай жағдайларда жасырын қолданылады? Ойланайық. Тәуелдік жалғауы әдетте түсірілмейді, оның алдындағы іліксептіктегі сөз көп түсіріліп айтылады. Бірақ кейбір жағдайларда тәуелдік жалғауы түсіріліп қолданылады. Олар бірлі жарым есімдіктер, мысалға біздің ауыл. Олшек қосымшаларды беретін мағынасына қарай ажыратып көрсетейік. Таза сөз жасамды, одан лексикалық мағына беретін қосымшалар деп әрине сөз тудырушы жұрнақтарды айтамыз. Сөз тудырушы жұрнақтар жатқызамыз. Лексика грамматикалық мағына беретінге мағыналық ден қосатын, негізінен грамматикалық мағына беретін жұрнақтар, олар модификациялық жұрнақтар.
модификациялық жұрнақтар. Ал таза грамматикалық мағына беретін қосымшаларға грамматикалық жұрнақтар мен жалғаулар жатады. Жалғаулар көптік мағынаны берудің тәсілдері, жолдары. Көптік мағынаны берудің 3 тәсілі бар: синтетикалық, аналитикалық, семантикалық тәсіл. Енді осыларды төменде берілген мысалдармен толықтырамыз. Синтетикалық тәсіл деген сөз ол қосымша арқылы. Мағынаның берілуі деген сөз, мысалға біз қосымшасы, біз студент, біз мұғалім, біз дегенде көптік ұғым беріліп тұр жүктік жалғау арқылы. З деген қосымша, біз дегендегі, егіз дегендегі з екілік ұғымның көрсеткіші болып табылады. К, біз келдік, біз айттық дегенде бұл да жүктік жалғау, бірінші жақта көптік мағына беріп тұр. Сондай-ақ лар, лер міндетті түрде көптік мағынаны береді. Екінші, аналитикалық тәсілге сөздердің қайталану арқылы. Зат есімдер қайталанып келген кезде көптік мағына береді. Көптік категориясына тән белгілерді қалай жазсақ болады? Жалпы категорияға тән 4 белгіні жинақтап көрсетуге болады. Бірінші грамматикалық мағынаның ортақтығы, яғни бүкіл көптік жалғауларының басын қосатын ортақ мағына көптік мағына деген сөз. Көптік мағына бар деген сөз. Екінші грамматикалық формалар жүйесі. Яғни көптік мағына қандай формалармен, қандай қосымшалармен беріледі. Жоғарыда айтқан бірнеше түрлі қосымша жинақтап айтқанда 3 тәсілмен де көптік мағына беріле алады. Демек, формалар жүйесі көп деген сөз. Ал енді бір ғана лар, лер, дар, дер, тар, тер деген көптік жалғаудан категория жасалмайтынын білеміз. Үшінші, грамматикалық мағына қайшылығы. Яғни қосымшаларда мағыналық айырмашылық болу керек. Көптік мағына әрине жекелік мағынаға қарама қайшылықта алынады деген сөз. Төртіншіден, категория болу үшін ол қосымшамыз қандай да сөз табын жаппай түрлендіретіндей көрсеткіш болу керек. Келесі, көптік жалғау қандай мағыналар беретінін көрсетейік. Балалар, кітаптар дегенде әрине заттың көптігі беріліп тұр, көптік мағына бар деген сөз. Қырықтарда десек, мысалы жасы 40-тарда десек, онда нақты көптік мағына жоқ, ол болжалдық мән беріп тұр. Болжалдық. Ойлар, сәулелер деген саналмайтын сөздерге көптік жалғау жалғаған кезде ол стильдік мақсатта жалғанып, ойдың, сәуленің әр түрлі екендігін көрсету мақсатында жұмсалып тұр деген сөз. Әжемдер, әкемдер дегенде ол адамның көптігі емес, оның қасындағы кісілердің көптігін көрсету. Яғни топтау мәні беріліп тұр. Ауылдарыңа қайтыңдар дегенде ол ауылдың көптігі емес, қимылдың көпке ортақтығы. Енді тәуелдік категориясының тән белгілерді топтастырып көрейік. Бірінші, ортақ грамматикалық мағынасы әрине тәуелдік иелік мағына. Яғни қай жалғау болса да осы мағына бар деген сөз тәуелді жалғау барлығында. Екінші, формалар жүйесін шартты түрде 7 түрлі дейміз. Себебі үшінші жақта олардың кітабы дегенде қосымша бірдей болғандықтан 7 түрлі формамен түрленеді. Мағына қайшылығы. 3 жақтық қайшылық, яғни біреу бірінші жақ, біреу екінші жақ, үшінші жақ деген сияқты жақтық айырмашылықтар болады. Жекеше, көпше түрде қолданылады жалғауларымыз. Екінші жақта анайы сыпайылық мағына беріледі. Ал төртінші, қай сөз табының түрлену жүйесінің көрсеткіші болады дегенде, ол да зат есімнің түрлену жүйесінің көрсеткіші, себебі бүкіл зат есім тәуелдене алады деген. Аталған тақырып бойынша біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.